Улус медиа порталынан Аян Өрбай. Қоғамда мынандай мәселе көтеріліп жатыр. 9 мамырды биыл қалай өткізуіміз керек? Өйткені әдетте 9 мамырда адамдар орталық алаңға шығады, мәңгілік полк деген не өткізеді, шеру өткізеді. Енді біздің елде шыны керек, сол жеңістің атрибуты саналатын, мысалы 9 мамырдың атрибуты саналатын георгий лентасымен қазір Ресей әскері Украинада соғыс жүргізіп жатыр. Енді осындай жағдайда мысалы біздің елде де жасыратын жоқ, Ресейде де Украинаға қолдайтын топ өте көп халық. Енді осы 9 мамырды өткізу жағдайы осы екі көзқарастағы адамдардың арасын суытып, тіпті сынақ ағып жібермейтіндей биыл 9 мамырды қалай өткізуіміз керек деп ойлайсыз? Мысалы біріншіден бір затты біз жақсы түсінуіміз керек. 9 мамыр бұл біздің бұрынғы кеңес өкіметінде құрамында болған кезде ата-бабамыздың, әкелеріміздің соғысып неміс фашистерін жеңген күні. Бұл біздің тарихымыз. Сондықтан бұл мерекені біз ұмытпауымыз керек. Өзіміздің жаңағы осы ата-бабамыздың, өзіміздің жаңағы әкелеріміздің рухы үшін, солардың рухына құрмет үшін бұл мерекені біз атап өтеміз. Жылдағы форматта өткізу керек деп. Енді ол форматты, ол енді форматтың әртүрлі жағдайларын қарауға болады. Қазір енді ол мәңгілік полктың ішінде де біздің қазақ азаматтары, аталарымыз, әкелеріміз бар. Бұл еске алудың, оны саясаттандырудың қажеті жоқ деп өзім есептеймін. Мен әулетімізде Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер жоқ, бірақ мен енді бүкіл ауылда бала күнімізден ардагерлерді ардақтап өттік. Сондықтан сол кездегі соғысқа қатысқан біздің ауылдағы туыстарымыз, ағайындар, басқалардың ата-бабаларының рухының құрметі үшін енді соларға құран бағыштап, енді оған парад жасап, ондай керегі жоқ деп есептеймін мен. Әркім өзінің кішкене аруаққа ас беріп, кішкене бағыштап, сондай бір имандылық бағытта болса деймін да. Ал енді оны соншалықты бір дүрілдетіп, көшеде парад жасап, жалаулатып, байрақ көтеріп, ондай мен керек емес деп есептеймін. Егіз күнін дәл сол Ресей мен Украинамен байланыстырудың керегі жоқ сияқты. Өйткені Қазақстанның өз үлесі болды. Фашизмді жеңуде қазақтың өз үлесі болды. Оны кім қалай тойлайды, енді атап өтеді, еске салу, сонымен жеңіс күнде атап өту, енді бір мемлекеттік стандарт оған бізде енді қалыптасқан дәстүр бар ғой. Бірақ енді парад болмайды. Енді анау еске салу шараларын мысалға оны өткізуге болады. Ал қандай нені оны ақылдасу керек. Жеңіс күнін біздер өлінің аруағын тірінің тартысына салмай, соғыста құрбан болған әкелерімізге құран бағыштап, гүл шоқтарын қойып дейік. Өйткені тек қана қазақтар ғана өлген жоқ қой, оларда мұсылмандар ғана. Сондай болғаны дұрыс деп ойлаймын. Ал жаңағы георгий лентаға қарағанда жастардың көптеген сұраныстары болды. Қазіргі таңда Қазақстанның өзіндік көгілдір жалауына сәйкес жолақшылармен шыққандар болды. Оны кезінде айтқанбыз, бұдан біраз жыл бұрын. Соған қалыптасып жатыр. Себебі қазір мысалға Украинада болсын, Белоруссияда болсын, президенттердің сөйлеген сөзін көрдің ба? Мысалға бізде көп қырыл деді Беларусь президентінің айтқаны. Сондықтан да біз өзімізше оны белгілейміз, өзімізше атап өтеміз. Оған ешкімнің ешқандай азамат несі жоқ, құқығы жоқ бір шектеу қоюға деп. Менің ойымша енді осы жыл енді қалай өтетін гәп басып айту қиын, бірақ енді парад болмайды, шерулер болмайды деп жатырмыз ғой. Бірақ енді осы жыл қалай өтсе де өтсін. Бірақ мысалы үшін алдағы жылдардан бастап осы енді датаны, осы бір айтулы күнді атап өтудің бір жаңа бір концепциясы керек сияқты да. Біз оны дабыралататын, айғайлап шулайтын, қуанатын, от шашу жағатын дүние емес, шынымен де аза күнінің бір түріне айналдыруымыз керек сияқты. Мысалы үшін ешкімде қазір бірінші дүниежүзілік соғыста қалай болды деп дауласып жатқан жоқ қой. Өйткені оны көрген, көзі көрген адамдар жоқ. 16 жылғы көтеріліс қалай өтті, оның құрбандары басқасы деген әңгімені қазір ешкім айтып жатқан жоқ. Сол сияқты да бәлкім алдағы уақытта бұның қызу талқысы, қызу қанды, бәлкім әсіре эмоциялы талқылар азаятында шығар. Бірақ қазіргі міндет енді осыны көрші елдердің, басқалардың саяси соғыстарына, немесе рухани соғыстарының бір бөлігіне айналып кетпеу, соның бір құрамдас бөлігіне айналмау, немесе ойыншыққа айналмау, немесе объектіге айналмауға